Әр қазақ білуі тиіс бір тәлім. Қазақтың 1000 жыл бойғы тәрбиесі 4-ақ тірекке сыйған. Ата-анаға құрмет, аманатқа адалдық, тілге жауапкершілік және дінді біліммен ұстану. Бүгін осы 4 тәлімнің мәнін бірге ашып көрейік. Ата-анаға құрмет. Қазақ үшін ең бірінші тәрбие ата-анаға құрмет. Бабаларымыз атаңның батасы жолыңның жарығы деген. Өйткені ата-ананың разылығы адамның бүкіл ғұмырындағы берекенің бастауы. Қазақ отбасында баланы ең алдымен сәлем беруге, үлкенді сыйлауға, сөз бөлмеуге үйреткен. Бұл тек әдеп қана емес, бұл рухани тәрбие, адамдықтың өлшемі. Ата-ананың алғысын алған адам ешқашан жолдан танбайды. Бұл біздің ұлттың ең ежелгі ақиқаты. Аманатқа адалдық. Қазақ үшін аманат ең ауыр жүк. Аманатқа қиянат, иманға қиянат деген сөз бекер айтылмаған. Аманат ол тек бір зат емес, ол балаға берілген тәрбие, ол ұрпаққа қалдырылған тарих, ол жер, тіл және ұрпақ алдындағы жауапкершілік. Алаш қайраткерлерінің бәрі өз өмірін ұлтқа аманат етіп кетті. Халық аман болса, біз бір күні бәрібір қайта ораламыз деді. Міне, адалдықтың ең үлкен үлгісі. Тілге жауапкершілік. Тіл қазақтың рухы. Өз тілін сақтаған ұлт қана жоғалмайды. Керісінше тілінен алыстаған халық рухынан ажырайды. Қазақта өз тілін сыйлаған адам, өз-өзін сыйлаған адам деген терең сөз бар. Тілді білу тек грамматика емес, ол бір ұлттың болмысын, мінезін, әлемге көз қарасын түсіну. Біз тілімізді жоғалтсақ, тарихымызды да жоғалтамыз. Сол үшін әр қазақ өз тілін қорғай білуі тиіс. Дінді біліммен ұстану. Қазақ ешқашан дінді қаталдықпен емес, біліммен, сабырмен ұстанған. Абай Алланың өзі рас, сөзі рас деп иман мен ақылдың бірге жүруін айтқан. Білімсіз дін адасады, білімді дін жол көрсетеді. Біздің ата-бабамыз дінді парасатпен ұстағаны үшін қазақ қоғамы ешқашан бөлінбеген, керісінше бірлікпен тіршілік еткен. Сондықтан иман жүректе, ал рухани тәрбие білімде. Міне, әр қазақ білуі тиіс 4 тәлім: ата-анаға құрмет, аманатқа адалдық, тілді қорғау, дінді біліммен ұстану. Осы 4 тірек қазақты ғасырлар бойы аман алып келген рухани қорған. 4 тағылым осыны ұрпаққа жеткізуге арналған арна.